қадірменді халайық, кейінгі уақытта Шыңғыс ханның шыққан тегіне байланысты қазақ елінде үлкен кең көлемде әңгімелер жүріп жатқанынан хабарларыңыз бар. Неге олай болып жатыр? Себебі Шыңғыс ханның өскен ортасы, дүниеге келген дәуірі, кезеңі барлығы өзіміздің мынау қазақ халқын құрап отырған тайпаларға байланысты. Айтар болсақ, Қазақстан ғылым академиясының академигі Тілеуберді Сайдуллин Шыңғыс хан құрған 6 алаштың құрамында қазақ қоңыраттарынан тыс Керей, Найман, Жалайыр, Татар, Меркіт тайпалары сонымен 6 алаш болып бұл мемлекетті құрған Шыңғыс хан. Бұл Шыңғыс ханның шыққан тегіне келетін болсақ, ол сонау Оғыз хан дәуірден басталады. Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлының қазақ қырғыз хандар шежіресі деген кітабы бәріңізге мәлім. Соның мынау қазақ қоңыраттарына байланысты сәтін сіздерге оқып берейін. Ол кісінің айтуына қарағанда, қоңыраттар Оғыз хан династиясынан, Оғыз хан әулетінен бастау алады екен. Түп негізі. Рашид ад-Дин мен Әбілғазыға сілтеме жасай отырып, Шәкәрім Қажы осындай қорытынды жасайды. Сондай-ақ ол кісі Радловқа, Левшинге сүйенеді. Ол кісінің айтуынша, қазақ қоңыраттары Қалқа өзенінің жағасында. Қалқа өзенінің Байыр көліне құятын өңірінде көп малды қоңырат болып өмір сүргенін айтады. Қалқа деген дала бұл тарихта өте көп кездесетін топоним. Бұл жерге қоңыраттар осыдан 3200 жылдан бұрын қоныс аударып, сонда қоныстанғаны туралы дерек тарихта бар. Гумилев, Сымасянға және басқа Гегин деген француз тарихшысына сүйеніп отырып, Қалқа даласында қоныс тепкен қоңыраттардың мемлекеттігі үстіміздегі 2000 жылдықтан 1200 жыл бұрын пайда болғанын жазады. Бұл енді нақты тарихи дерек. Бұдан ауытқуға болмайды. Ары қарап, бұл Хун мемлекеті аталған бұл мемлекет, бірақ Рашид ад-Дин менен Әбілғазы тағы басқа көне деректерде Моғол дүрліккен деп жазады. Оны Шәкәрім Қажы қуаттайды. Дәлелген дейді. Сонда біздің қазақ қоңыраттары осыдан 3200 жылдан астам уақыт Қалқа даласына барып мемлекеттіктің қазығын қаққан болып шығып тұр. Ал енді жоғарыда дерек көзге сүйенсек, қоңыраттар Оғыз ханның әулетінен тарайды деп айтылады. Оғыз хан деген кім? Оғыз хан ол Қара ханның ұлы. Қытай дерек көздеріне қарайтын болсақ, оны Шануй Муде деп жазады. Өздеріңіз бәріңіз білесіздер. Қытай деген мемлекеттің тарихшылары
мынау көршілерді, көрші халықтарды жабайыға санаған және олардың билеушілеріне өздерінше ат қоюға әуестігі бар. Сондықтан Оғыз ханды олар Шануй Моде деп жазады. Шануй Моде біздіңше Оғыз хан, Рашид ад-Дин мен Әбілғазыға қарасақ, біздің үстіміздегі 2000 жылдықтан 209 жыл бұрын билікке келген кісі. Содан біздің үстіміздегі жыл санауға дейін 174 жыл бұрын өмірден өткен, осы 35 жылдық билігі кезінде ол ұлы мемлекет құрған. Оны мынау Рашид ад-Дин мен Әбілғазы деректерінде, сондай Қытай дерек көздерінде ұлы мемлекет құрғанын анық жазады. Әбілғазы Рашид ад-Дин деректерінде қағанның Қытайменен арадағы қарым-қатынас туралы кең көлемде айтылады. Қытай дерек көздерінде ол қуатталады. Қытайды тізе бүктірген хан, ол біздің дәуірімізге дейінгі 205 жылы, значит, таққа отырғаннан кейін, 4 жылдан кейін Қытайға шабуыл жасап, Қытайдың патшасы Вендиді тізе бүктіреді. Бұл 300 мың қолмен барған кезде Қытайлар жағы 350 мың әскер қояды. Содан кейін бұл тактикалық тұрғыда жаңағы шегінген түр көрсетеді, сөйтіп созылып кете береді. Бұның артынан қуған қытайлықтардың қолы өзінің жаңағы азық-түлігінен ажырап ұзап кеткеннен кейін бұлар қоршауға түсіп қалады. Оғыз ханның қолы Қытайды қоршап алып, содан қыстың күні азық-түліктен ажырап қалған қол, амал жоқ, Қытай патшасы келіп келіссөзге шақырады. Содан үлкен салық төлеуге уәде беріп, жібек маталарын, 100 мың тай жібек маталарын беруге уәде беріп, содан кейін өзінің қызын беріп, соныменен келісімге келген. Міне сол Оғыз ханнан кейінгі дәуірлерде біздің Оғыз ханның ұрпақтары Қытайлармен ара қатынасы осы соғыс жағдайында болған. Олардың құлдық сұмдығының арқасында Оғыз ханның ұрпақтары алауыздыққа ұшырайды да, мемлекет бірте-бірте әлсірей бастайды. Содан біздің дәуірім үстіміздегі 2000 жылдықтың 93 жылы Қытай менен татардың біріккен қолы, Қытай әскерінің қолдауымен біздің қоңыраттардың қолын жеңеді. Осы оқиғадан кейін Ергенекон дәуірі басталады. Хан тұқымынан бірнеше кісі, хан әулетінен Қиян ханзада мен Нүкіс, оның ағайыны, аман есен жағы қоршаудан шығып, тауға көтеріліп кетеді. Енді ол қанша отбасы болды, біз оны анық айта алмаймыз. Сол тауға көтерілген қауым Ергенеконда 450 жыл өмір сүргені айтылады. Шежірелерде бұл нақты көрсетілген. Ол бекерге отырмаған, о жерде темір қорытумен шұғылданған, ат әбзелдерін жасауды үйренген, отбасылық қазан ошақ жасауды да меңгерген. Ең басты олардың ұтымды жері, олар темір қорытудың ең жетілген түрін пайдаланған. Мынау қозатам деген болады екен. Қозатам домнаның ең алғашқы түрі. Соның ішіне көмір менен темір рудасын қалап, астынан жаңағы оттегі үрлейтін болған. Содан
металл оттегі үрлеу үшін нені пайдаланған? Көрікті. Көріктің ең жетілген түрі желбаз көрік деген болады екен. Ол тұрақты ауаны үрлеп тұрады оттегіні. Осындай жұмыстардың нәтижесінде лас темір алады әуелі, оны шынайы болатқа жеткізу үшін тағы басқа өздерінің технологиясын пайдаланған. Сөйтіп, шын болаттан қару-жарақ жасауды үйренген. Бұлар енді 450 жыл бойы сол биік таудың ішінде отырды деген сөз емес. Пәсте Жужан деген мемлекетпен бұлар қарым-қатынас жасаған. Жужандарға сапасы төмен темірлерін беріп, олардан өздерінің тіршілігіне қажетті заттарды алып отырған. Сонымен 450 жылда бұл өсіп өнген әулет үстіміздегі 2000 жылдықтың 535 жылы етекке түседі. Сол кезде Жужандарға қарсы көтерілген тайпаны өздеріне қосып алады. Сонымен әскерінің қатары көбейеді. Ол қосып алған тайпаны қару-жарақпен қамтамасыз етеді. Сонымен бұл жаңағы қосып алған тайпа туралы деректі Қытайдың батыс Вэй патшалығының патшасы естіп, Ұзынқұлақ арқылы бұларға елшісін жібереді. Аннапонта деген елші келіп, келіссөз жүргізеді. Сол кезде Аннапонта айтады: сіздер бұл қандай тайпасыздар, қаяқтан келдіңіздер деп сұрақ қояды. Сол кезде Умаңқаған айтады: біз хундардың ұрпағымыз дейді. Сонда Аннапонта айтады: бұл хундар деген жойылып кетіп еді ғой дейді. Жоқ, біз жойылған жоқпыз, біз тіріміз дейді. Тірікпіз дейді. Міне, мына тарихта бар. Қытай дереккөздерінде 535 жылы түрік деген этноним пайда болады. Сол осы жаңағы келіссөздің кезінде Умаңқағанның пайдаланған біз тірікпіз деген сөзінен түрік деген ел есімі өмірге келеді. Умаңқаған сол патшалықтың Шанле деген қызын әйелдікке алады. Сөйтіп, Қытаймен қарым-қатынасын жөндегеннен кейін Жужандарға шабуыл жасайды. Өздерінің елінің жерін қайтарып алу керек қой. Сөйтіп, Жужандарды 552 жылдың қысында тас-талқанын шығарып жеңіп, өздерінің түрік қағанаты деген туын тігеді, көк туын. Қасқыр басты. Қасқырдың алтын басы кестеленген. Енді ол туралы да ұзақ әңгіме. Ары қарап түрік қағанаты пайда болады. Түрік қағанаты туралы деректер ашық дерек көздерде кеңінен айтылады. Оны мен қайталап жатпай-ақ қояйын. Алайда осы Хунну менен түрік қағанаты бір-біріне жалғасқан мемлекеттік құрылымдар. Бұл түрік қағанаты 630 жылы шығыс түрік қағанаты құлайды. 656 жылы батыс түрік қағанаты құлайды. Соныменен бұлардың орнында Көктүріктер қағанаты пайда болады. Көктүріктер қағанаты 682 жылы өмірге келген. Оның бастаушысы Құтлық қаған дейді. Ел төресі Құтлық қаған деген ол тарихта бар. Ел төресі Құтлық қағанның Көктүріктер қағанаты мынау Қытайға кеткен есені жақсылап тұрып қайтарған олар. Ол Алпамыс батырдың Алып Елетміштің жазуында тұр. Біз
Қытайды табғыштарды жеңдік, оның қалаларын алдық, біз өзімізге бағындырдық деген сөзі тас жазуда тұр. Албөлекміш дегеніміз ол Алпамыс батыр. Ол Қытайды сол кезде таң әулеті билеген. Таң әулеті дегеннің өзі қытайланған түркілер, табғаштар, олар табғаштар дейді. Оның билеушісі Тайшыққан дейді, біздің мынау жырларда. Ол Тайшызуын, оның қытайша аты. Сол Тайшызуының әулетін бұлар ақырында көктүріктер қағанаты жоқ етеді. Бірақ мынау Білге қаған қайтыс болғаннан кейін оның ұлы бірнеше жыл, тұңғыш ұлы бірнеше жыл билік құрған болады. Ең ақырында кіші ұлы билік кезінде оның анасы билікке араласады. Билікке араласып, өзінің жақсы көрген адамын сарайдың қызметіне алады. Бұл сарайдың қызметіне алуы Бөбек ханымның батыс, шығыс, қағанаттың батыс шығысының билеушілеріне ұнамайды да, сонымен оны аяғы қиян-кескі, қан төгіске айналып кетіп, 742 жыл қағанат құлайды. Міне, бұл қағанаттың негізгі билеушісі Моғолжан болған. Моғолжан мынау батыс шады дейді. Батыс шадының Моғолжан мынау шу бойы тайпаларын бағындырған. Шу бойы тайпаларын бағындырып, бұл жерде сол Моғолжанның атымен Моғолстан деген мемлекет пайда болған. Сол Моғолжанның лауазымдық есімі Білге хан. Білге қағанның ақырында осы Моғолжан деген есімі мынау Шыңғыс ханның құрған мемлекеттің атына айналған. Себебі бұл барлығы Оғыз ханның әулетіне жататын қауым. Моғолжан да, Білге қаған да, оның хандық дәуірдегі лауазымдық есімі, мынау Шыңғыс хан да, барлығы Моғолдың дүрлеген тайпасына жатады. Ал енді Шыңғыс хан, айттық, 6 алашты құрды. Сол Қалқа өзенінің жағасында ордасын тікті. Қалқа өзенінің батыс шетінде өзінің ордасын тікті. Ол енді сол тәңіршілдікке байланысты, себебі оның орданың есігі күнге қарап тұру керек еді. Шығыс жағында да мынау моғолдар дейміз ғой енді, соның өзге тайпалары қоныстанған болатын. Сөйтіп, 6 алашты құрғаннан кейін бұл жерде Шыңғыс қаған үлкен тактикалық, стратегиялық қадамы жасайды. Ол өзі тарихтан көріп отыр. Мына Қытайлармен қатар отырса, тыныштық жоқ. Оның Қытайдың мемлекеттің болашағы қиын жағдайдан талай мәрте оны көрген, білген. Сондықтан мемлекеттің орталығын мынау бүгінгі қазақ жеріне көшіруді жоспарлаған. Ол үшін мынау қазақ жерінің бүгінгі шекарасындағы мынау мемлекетті бағындыру керек болған. Сол мемлекетпен арада, оны бәріңіз білесіздер, Отырар қаласын сол мемлекет Хорезм шахы бағындырып алған болатын. Ол 1215 жылдар шамасында Отырарды басып алған екен. Сол жерлерді қайтару керек болады. Шыңғыс қаған сонымен
Хорезм шахын айтады, бірігейік, сіздер мен біздер бірігейік деген кезде Хорезм шахы көнбейді. Содан кейін Шыңғыс хан тағы да өте адамгершілік жасап, сәудегерлерін жібереді, елшісімен қосып. Сөйтіп, отырарға жіберген кезде Хорезм шах отырардың билеушісі Қайыр ханға айтады. Жіберген елшісін де, оның қасындағы саудагерлерді де қырып тастады дейді. Содан Қайыр хан елшіні де өлтіреді, оның қасындағы 450 саудагерді де өлтіріп, мүлкін олжалайды. Осы жерде Шыңғыс хан қатты ашуға беріледі. Сөйтіп, таудың басына шығып ойланады. 3 күн бойы ойланып, ақырында Хорезмді шаппаса болмайды деген қорытынды жасайды. Мінекей, Хорезм мен Шыңғыс ханның арасындағы соғыс осыдан басталған, отырар оқиғасынан. Біреулер айтады, Шыңғыс ханды жамандайтындар айтады, бұл Шыңғыс хан қанішер, анау жоқ, онда да үлкен адамгершіліктің иесі ол. Сонымен отырарды қоршайды. Отырарды ол әрине әуелі Жошы хан, содан кейін Жошы ханнан кейінгі ұлы Шағатайды жіберген, бірақ ол екеуі дұрыстап жағы соғысы алып бара алмаған себебі екеуі бір-бірімен басараз болған. Содан кейін үгедейді жібереді. Осыған бағынасыңдар екеуің деп. Сонымен 3 ұлы отырарды қоршап, 6 ай қоршап жатып, сөйтіп отырарды алады. Әрине ол отырарды 6 айға жеткізбейді, алуға болар еді. Оларда оған мүмкіндік бар еді, бірақ отырарды қиратпау керек болды. Шыңғыс ханның тапсырмасы бойынша мынау Қайыр ханды қолға түсіріп әкеліңдер дейді, тірідей. Оны Қайыр ханды тірідей қолға түсіріп, жаңағы 450 адамның қанын ішкен адамды алып барып, Көксарайда оның жазасын береді. Сонымен Хорезм шахты да алады. Содан кейін Шыңғыс хан өзінің ордасын Ұлытауға көшіріп келеді. Ұлытауда алтын ордасын тіккен, Жошы ұлысының қарамағындағы тайпалардың барлығы бүгінгі қазақ елін құрап отырған тайпалар. Шыңғыс ханның негізгі мақсаты да сол болатын. 6 алаштың құрамындағы тайпалар да бүгінгі қазақ елінің құрамында. Сонымен Шыңғыс хан Ұлытауда өзінің алтын ордасын тігеді. Кейбір бұрмалаушылар Шыңғыс ханның өліміне байланысты өтірік жалған әңгімелер айтып жүр. Ол дейді, Жошы хан өлгеннен кейін мынау тағы да жорыққа шығып, сөйтіп сонда қаза болды, жаңағы біреудің әйелінің қолынан дейді. Ол өте өтірік, бекер. Жошы хан өзінің мынау саятшылық кезінде өлгені бар тарихта. Одан кейін Шыңғыс ханның өзі 6 айдан кейін о дүниелік болады. Ал енді Жошы ханның қазасын естіру, осы жерде үлкен бір мәселе бар. Оның қазасын естіру үшін мынау жырау келіп, өзінің жаңағы домбырасын тартып, сонымен қатар мынандай екі арада мынандай диалог бар. Сөз. Теңіз баштан былғанды, оны кім тұндырар, о ханым дейді. Хабар беруші жігіт айтады.
Tеңіз бастан болғанда кім тұндырар о ханым. Сонда тағы да айтады, терек түптен жығылды, кім тұрғызар о ханым дейді. Сол кезде Шыңғыс хан былай дейді, теңіз бастан болғанса, тұндырар ұлым жошыдыр дейді. Терек түптен жығылса, тұрғызар ұлым жошыдыр дейді. Содан осы мынау теңіз бастан болғанса дегеннен терек түбінен құласа деген сөзден Шыңғыс хан өзінің ұлы қайтыс болғанын түсінеді. Теңіз бастан болғанса, тұндырар ұлым жошыдыр дейді. Жошыға ол үлкен сенім артқан кісі. Терек жығылса, тұрғызар ұлым жошыдыр дейді. Сен мынау сөзіңнің түрі жаман ғой, сиқы жаман ғой. Менің ұлым қаза болғаннан сау ма, сен не айтып отырсын дейді. Сол кезде жаңағы хабар беруші айтады, өзіңіз айттыңыз ғой енді. Шынында да өзіңіз айтып отырсыз ғой, жошы қаза болды деген сөзді ханның өзі айтып отыр. Менің ұлым жошы қаза болды ма деген сөзді. Соныменен осы естіру болады. Содан кейін жошы анейді Шыңғыс хан өте қатты қайғырады. Оның өзі де Шыңғыс ханның жасы келген кезі, үлкен жастағы кісі. Міне осы мынау естіруде біздің қолымызға мынау немістің ғалымы Тизенгаузен арқылы жетіп отыр. Оның сөзі, естіру үрдісі де қазақша. Содан кейін тағы да айта кететін жағдай, мынау Шыңғыс ханның өзінің шыққан тегі туралы айттық қой. Шыққан тегі ол Қоңырат екенін айттық, Оғыз ханнан басталатынын айттық. Оның бәрі дәлелді. Ал енді осы мынау Қоңырат деген тайпаның пайда болуы атаудың. Бұл да ол тарихи. Оны жазып қалдырған Генри Ховард деген ағылшын тарихшысы. Оның деректерінің бәрі мына дерек көздерде тұр. Ол тікелей күн құрат деп жазады. Қоңырат деп жазбайды. Содан кейін мынау Тизенгаузенда Рашид ад-Диннің шежіресіне енген сөзінде ол да күн құрат деп жазады. Себебі бұл мемлекеттің бастауында күн мемлекеті Хунну тұр. Сол Хуннудан бері қарап келе жатқан дәстүр ол. Күн. Ал енді оның батыс жаққа бөлініп көшкен бөлігі Европада Гун деп аталған. Оның бәрінің мағынасы күн. Ал енді мынау құрылас Рашид ад-Дин менен мынау Әбілғазыда құрылас деген кісі болған дейді. Оның әулеті көп болған. Сол құрыластардан хандар сайланатын болған. Мынау түрік қағанатының алғашқы ханы Бөртешене де сол құрыластан еді дейді. Ал енді мынау күн құрат қайдан пайда болды? Мынау құрылас дегеннің қысқартылған сөзі құрат. Құрылас деген ұрудан Шыңғыс хан да шығып тұр. Оны қоралас деп жазады, құрылас деп жазады, құрылас деп жазады, бәрі бір мағынада. Содан кейін Рашид ад-Динде мынау алтын көзеден шығарады Қоңыраттың ұлдарын. Сол алтын көзеден шыққан 3 ұлдан мынау
Қоңыраттар хандар әулеті тарайды. Мынау осы мәселеге ең дұрыс зерттеу жасаған Алаш тарихи зерттеу орталығының жетекшісі академик Хайрулла Ғабжалилов. Ол былай дейді: өзінің қазақ ру тайпаларының тарихы деген еңбегінде былай деп жазады: Рашид ад-Дин Әбілғазының жазбалары бойынша Қоңырат тайпасының сол кездегі рулық құрылымының кестесін келтіре кетейік дейді. Ергене қоннан шығып келгендер қатарында 18 ата қият тайпасы болды. Солардың ішінде Нүкіз, Еңкірес, Икерас, Қоңырат, Елқонут, Құрлас, Елшіке, Елжеген, Қоңқұлаттар аталып өтеді дейді. Бұлардың барлығы Әбілғазы кестесі бойынша Қоңыратқа кіреді. Мысалы, Елқонут Шыңғыс ханның шешесі Әуелінің елі. Ал Икерастың Қоңырат екенін Қадырғали Жалайыр да шежірелер жинағында атап көрсетеді. Яғни 18 ата ру қияттың 7 атасы Қоңыратқа кіретін рулар болып шықты. Ал енді Шыңғыс хан сол 18-дің ішіндегі осы Қоңыраттың Құрласынан Тасбұдай Көктің ұлы, Қонқұлұт, Мирани, Құрлас шығады. Бұны 1292 жылы Шыңғыс ханның ұрпағы Ғазанғали ханның тапсыруымен тарихшы шежіреші Рашид ад-Дин, 602 жылы ғұлама Қадырғали Жалайыр, 1664 жылы Шыңғыс ханның ұрпағы Әбілғазы ханның өзі жазып отыр. Біздің айтатынымыз, Қоңыраттағы әйгілі екі атаның бірі Көктің ұлы екені белгілі. Ал Рашид ад-Дин Тасбұдайды Көктің ұлы десе, бұл босқа айтылмаған болар. Сонда Ергене қоннан шыққан 18-дің кем дегенде 7 атасы Қоңырат болып шықса, онда Қиян тайпасының негізін Қоңырат рулары құраған деген тұжырым жасауға болады. Даян хан, Төле, Құбылай хандардың қанды құрамына ДНК генетикалық сараптама жасалып, Қоңыраттармен сәйкес екені анықталған. Бұл туралы шетелдің Қазақстанның генетика ғалымдары толық қорытынды жасаған. Біздің Шыңғыс хан әулеті шыққан Моғол дәрлеген әулетінің қан құрамы менен қазақ қоңыраттарының қан құрамы 86% мөлшерінде сәйкес келіп тұр. Ал енді бұл жерде біз мынау Шыңғыс ханның 4 ұлы болғанын білеміз. Жошы ұлысының қарамағында бүгінгі қазақ болған тайпалар кірген. Екінші Шағатайдың билігіндегі жер, ол мына Сартауыл, мына Ферғана өңірі. Содан кейін мынау Үгедейдің қарамағындағы тайпа, ол Ұйғырия. Мынау әркім әртүрлі айтып жатыр. Мынау дейді Қарақорым деген қала, ол Жетісуда деген әңгімені айтып жатыр. Қарақорым ол тайпа туралы дерек мынандай. Мынау Көктүріктер қағанаты 742 жыл құлады дедік. Оның орнында Ұйғыр қағанаты құралған. 758 жылы Қарақорым қаласы бой көтерген. Ұйғырлардың қаласы бұл. Оны мынау өңілеп жазып отыр. Ол енді Ұйғыр жерінде болу керек, ол тарихи. Сондай-ақ тағы не мәселе? Сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Мынау
ең негізгі мәселе мынау Ұлытау. Ұлытауға келіп қоныстанды деп айттық. Алтын ордасын тікті. Жошы хан өлгеннен кейін оның орнына Жошы ханның ұлы Батуды тағайындайды. Сөйтіп айтады, әкеңнің барам деген жеріне енді сен бастап барасың дейді. Сөйтіп өзі Жошы ханның қазасынан кейін 6 айдан кейін өзі де қайтыс болады. Содан кейін Бату ол кезде мынау Жошы ұлысына қараған өңірдің барлығын бағындырған болатын. Ол әуелі әкесі Жошыға кесене салдырады. Кейін бабасы Шыңғыс ханға да кесене салдырады. Бұл Шыңғыс хан 71 жасында 1227 жылы қайтыс болды деген дерек бар. Сол 1227 жылдан 1245 жылға дейін осы істерді атқарған. 1245 жылдан бастап ол батыс жорығын бастайды. Ал енді ол Жошы менен әкесі Шыңғыс, бабасы Шыңғыс ханның кесенесі Алаша хан деп аталады. Алаша хан ол енді қазақтың арасындағы қалыптасқан түсінік, алты алаш деген түсінік бар бізде. Содан кейін мазардың кесененің қабырғасы алаша тәріздес етіп оюланған, өрнектенген. Оны өздеріңіздер көрдіңіздер. Содан кейін мынау Шыңғыс ханның алтын ордасына иелік етіп отырған, өзі қайтыс болғаннан кейін Құлан хатын иелік етіп отырады. Құлан хатын деген кім? Ол Шыңғыс ханның екінші ханымы. Ал Шыңғыс ханның бірінші ханымы Бөрте, Қара шаңырақ Төленің қолында қалған болатын. Қара шаңырақ ол Қалқа даласында. Бөрте ханымның мазары ол енді Қалқада. Ал енді мынау Құлан ханым екінші ханымы. Бұның кесенесі Ұлытауда. Құлан ханым ол екінші ханым. Оның Құлыхан деген ұлы болған. Ол Құлыханды Шыңғыс хан өзінің 4 ұлы қатарына қосқан. Оның жаңағы құқығы сол 4 ұлымен бірдей болған. Оның Құлан хатының өзіне жақындығын осыдан байқауға болады. Содан Құлан хатында уақыты келген кезде қайтыс болады. Содан кейін Жошының қызы болған ханша ол да қайтыс болады. Олардың да мазары Ұлытаудағы Қаракеңгір, Сарыкеңгір өзендерінің түйіскен жерінде 2 кесене қатар тұр. Бұның барлығы мынау Шыңғыс хан әулетінің осы жерде 4 қорымын көріп отырмыз, 4 мазарын. Шыңғыс ханның өзі де осында. Сондықтан біз бұл оқиғаны ескеріп, Шыңғыс ханның кесенесі Алаша хан мазары деп санай аламыз. Мынау кейін кезде мынау Ұлытауда қазақ ұлысының құрылтайы өтіп жатыр. Мемлекет бұған бет бұрды. Біз оған қуанамыз. Ал енді Алаша хан кесенесінде Шыңғыс ханға тән екенін мойындауымыз керек. Мен енді қысқаша айтқанда осы, ағайындарым. Ал енді сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Көке, сіз не айтасыз? Осы Шыңғыс хан жөнінде оның қайда дүниеге келгені, ортасын қайда тіккені, қайда қайтыс болғаны жөнінде
алып қашты нешелікі әңгіме көп қой енді халықтың ішінде. Соның ішінде осы мына Ұлытаудағы жаңағы айтып отқан Алашахан кесенесі мәселен, Алашахан дегеннің тарихта болмағанын білеміз, естіген емеспіз. Алашахан деген хан болды дегенде. Сол Алашахан кесенесі деп отқанымыз сол Шыңғысхандікі деген әңгімені кезінде Қаныш Сәтбаев айтқан екен. Кезінде археолог Әлкей Марғұлан айтқан екен деген халықтың ішінде сондай да әңгіме бар. Осы жөнінен сіз шамалы сол әңгімені нақтылайсыз ба? Иә. Көрейін, мынау Мәшһүр Жүсіп Көпеев деген қазақтың данасы бар. Мәшһүр Жүсіп Көпеев айтады, Жошы хан Алашаханның ұлы деп жазады. Ол Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің жинағында тұр, жазулы тұр. Бұны бір деп қояйық. Екіншіден, мынау Алашахан кесенесіндей үлкен зәулім кесенені салдыратын қазақ хандарының ешқайсысының мүмкіндігі болмаған. Ешқандай қазақ хандығы кезінде де, оған бұрын да мына Шыңғыс хан дәуірінен кейін ондай үлкен ғимарат салу біздің қазақ халқының қолынан келмеген. Оны мойындауымыз керек. Жошы кесенесінде, Алашахан кесенесінде, Құлан-Қатын кесенесінде, болған ана кесенесінде тұрғызған бату деп есептеуге болады. Ал енді оны мысал үшін, егер Алашахан Шыңғысхан емес дейтін кісі осыны кімге жатқызады? Ондай нұсқа жоқ. Сондықтан біз бұны Алашахан кесенесі Шыңғысханға тән деп есептейміз. Бұны қазған кезде, оны қазған орыстар келіп қазған екен. Сол кезде Қаныш Сәтбаев басында тұрған екен дейді. Сол кезде мұны бергі жақтағы мүрдені алған олар. Бірақ Қаныш Сәтбаев өзі білімді адам, өзі геолог. Ол сол мүрденің ар жағында да тағы бір табыт бар еді дейді. Сондықтан бұл да ескерілетін жайт. Ал енді содан кейін мынау Шыңғыс ханның екінші ханымы Құлан-Қатын неге ол осы Ұлытауда жатыр? Неге ол, мысал үшін, ол өзі біздің қазақ қоңыраттарына жатпайтын кісі ол кісі. Оны Меркітке жатқызады, оны мен мысал үшін Манжурияға жатқызуым да мүмкін, себебі ол шығыс жақтағы мемлекеттің қызы болған. Сол әйел Шыңғыс ханның екінші ханымы қалай келіп, мысал үшін, Ұлытауда қайтыс болуы мүмкін? Ол демек Шыңғыс ханмен бірге болған кісі, жорықтарда ол тұрақты қасында болған кісі. Содан кейін мынау Плано Карпинидің жазбасында бар. Плано Карпини айтады, Шыңғыс ханның алтын ордасын әйелдерінің бірі күзетіп отыратын еді дейді. Бұл деректе мынау дерек көздерде бар. Сондықтан біз Шыңғыс ханның қайтыс болған жері Ұлытау, алтын ордасының ең ақырғы тігілген жері Ұлытау, Шыңғыс ханның қаза болған жерде, қайтыс болған жерде Ұлытау деп санаймыз. Тағы қандай сұрақ? Шыңғыс ханның жаңа өзіңіз мысалы айтып кеттіңіз, әлгі ұлы Жошы қайтыс болғандағы жаңағы сол Жошының қайтыс болуын естіген кісіменен екеуінің ортасындағы болған әңгіме қазақтың тілінде болды. Иә.
Ал енді біздің қазақ халқы, қазақ жалпы түркі тілдес халықтың негізін қалаған соның қара шаңырақ екені белгілі. Оның екеуінің жаңа қазақша сөйлесуі де ол тегіннен тегін емес. Оның үстіне ол екеуін қазақша сөйлеткізіп отқан сізбенен біз емес, немістің ғалымы. Немістің ғалымы ол қазақтың тілін қаяқтан біле қойсын. Ол шын сондай болмаса, о да бір жақсы дәлел екен. Ал енді Шыңғыс ханның осы біздің қазақтың қай тайпасына жатады деген әңгімеде жалпы Шыңғыс ханның қазақ халқына жататыны жөнінде дүниенің көпшілік ғалымы мойындаған, ол дәлелденген әңгіме ғой енді. Оны әлдеқайда бір жекелеген кісілер болмаса, оған ешкім таласа қоймас Шыңғыс ханның қазақ екеніне. Ал енді сол қазақ тайпаларының ішінде қайсысына жатады деген әңгімеде осындай енді әлбетте кейде сол пендешілікпенен майдалап кететін жағдайлар бар. Енді осы Шыңғыс ханның мәселен тікелей дәлел болмаса да, көп жағдайда 100% болмаса да 90% дәлел бола алады. Оның анасының Қоңыраттың қызы болуы, оның негізгі бәйбішесінің Қоңыраттың қызы болуы, оның алған келіндерінің барлығы де Қоңыраттың қызы болуы. Мен ойлаймын, Шыңғыс хан моңғол болатын болса, моңғол өзі өспей қалған аз халық. Шыңғыс хан кемеңгер ұлы қолбасшы. Сондай ұлы қолбасшы өзінің азғантай өспей қалған халқының өсімін, келешегін ойламай, неге өзі де Қоңыраттан қыз алып, неге балалардың бәрінен Қоңыраттан қыз алып, неге ол моңғолдан алмаған өзі, неге оның келіндері моңғол емес? Осының өзі менің өзімнің түсінігімде үлкен бір дәлел сияқты. Сіз қалай осыған қосасыз? Дұрыс. Моңғолияда шығатын Улан Батыр газеті өзінің 428-96 жылғы санында Шыңғыс хан әулетіне күйеуге шыққан 7 әйелдің суретін жариялайды көке. Сіздің сөзін толықтырайын деп отырмын. Олардың 6-ы Қоңырат болып шыққан дейді. Тек біреуі ғана Найманнан екен дейді. Мұнда бір есте тұтатын нәрсе мынау. Шыңғыс хан бірде-бір моңғол атанған халықтан қыз алып, не болмаса оларға қыз ұзатпаған. Әнекей, енді осының өзі Шыңғыс ханның қазақ екенін, оның ішінде Қоңыраттың перзенті екенін дәлелдеп тұр. Ал енді жаңағы айттық қой, Шыңғыс хан моңғол деп аталады деп. Біздің мынау Төле, Шыңғыс ханның кіші ұлы Қара шаңырақ Төледе қалды ғой. Төле Қара шаңырақта қалады ғой. Соның айналасында болған халық қазір халқа моңғол деп аталады. Бұл кәдімгі халқа өзінің алғашқы шаңырақ көтерген жері Оғыз ханнан бергі дәуірдегі. Сол жерде отырып қалған халық. Солардың 60%-ның қан құрамы бүгінгі қазақ қоңыраттарының қан құрамымен бірдей. Осының өзі біздің тура жолда тұрғанымызды дәлелдейді. Жалпы біз мысалы көке Шыңғыс хан Қоңырат дегенде, ол Шыңғыс ханды біз бөліп алып, жаңағы меншіктейін деп отырғанымыз жоқ. Арадылов айтады, қай халықтың болғасын шыққан тегін зерттеген кезде оның ұрулық жағдайын ескеру керек дейді. Соның ұрудан қай ұруға жататынына байланысты анықталады оның қазақ екені. Сондықтан бізге мынау қазақ зерттеушілері ешқандай іштарлық жасамаған дұрыс болады.